Үзінділерін көріп, бірақ фильмнің аты қандай екенін білмей жүрсеңдер, кеттік. 3-ші бөлім. Аузы үлкен қорқынышты еркек адамдарды жейтін фильм. Атауы Чомпи және қыздар 2021 жылы шыққан. Бір қыз әлемнің түкпір-түкпіріндегі адамдарға қанша өмірі қалғандығы туралы хат жазатын фильм. Атауы Жаңа өсиет 2015 жылы шыққан. Джон Траволта бір қызға қоңырау шалынғаны үшін атып тастайтын фильм. Атауы Париждан махаббатпен 2009 жылы шыққан. Ішіне не салсаң да екі еселеп беретін фильм. Атауы Қоймада 2016 жылы шыққан. Адам Сэндлер ұшақта құлаққап сұрап, мен сабырлымын деп айғайлайтын фильм. Атауы Ашуды тізгіндеу 2003 жылы шыққан. Достар, осы рубриканың басқа да бөлімдерін шыққан қаласаңыздар, комментарий, репост жасауды ұмытпаймыз. Бір әйел өзінің жоғалған баласын денесіндегі тату арқылы танып қоятын фильм. Атауы Өрт қасіреті 2010 жылы шыққан, Дени Вильнев түсірген. Бұл әлемде адамдардың қолында өмірінің соңына дейін бірге болатын адамды көрсететін таймер бар фильм. Атауы Таймер 2009 жылы шыққан. Әзірге осы достар, тіркелуді ұмытпаймыз. Сәттілік!